Жөтелдің екі түрі болады, құрғақ және ылғалды жөтел. Бұл сироп нағыз құрғақ жөтелге арналған. Осы рецепт бойынша үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Баршаңызға қайырлы күн. Үй жағдайында осы тұнбамызды дайындауға бізге үлкен пияз, сарымсақ бірнеше және де барлығын аршып дайындап аламыз алдын ала. Пияз өте пайдалы көкөніс болғандықтан, мұнда пияздың қызметі қақырықты сыртқа шығарудың негізгі қызметі болып келеді. Ал сарымсаққа келетін болсақ, сарымсақ бүкіл микробтарды өлтіреді. Пияз соның сыртқа қақырықты шығаруды негізін атқарады. Пиязымызды ұсақтау бөліктерге бөліп, турап аламыз. Бөлек ыдысқа барлығын салып, одан кейін сарымсағымызды да ұсақтау бөліктерге бөліп саламыз. Ендігі кезекте бізге табиғи бал қажет болады. Осы пияз бен сарымсақтың үстінен түгелдей балмен жауып шығамыз. Бұл тұнбаны біз 2-3 сағатқа кемінде қалдырып қоюымыз қажет. Сонда бізге ішіндегі сөлі шыққан кезде осы сөлін біз қолданатын боламыз. Міне көрсетілгендей сөлі шықты. Енді осы сөлін таза ыдысқа құйып қолданатын боласыздар. Егер сіздерде аллергия болса, онда қолданбағандарыңыз жөн. Кішкентай балаларға бір кішкентай шай ас қасықпен 2 уақыт немесе 3 уақыт берсеңіздер болады. Үлкен адамдарға, ересек адамдарға үлкен ас қасықпен 2-3 уақыт қолданасыздар. Жөтелді тиімді әдіспен емдеудің жолын қарастырайық. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.